Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен ең дәмді пломбир балмұздағын жасайтын боламыз. Екі ғана заттан жасалады: клейги және қоюлатылған сүт. Егер сізде клейги жоқ болса, сіздерге үй жағдайында қалай жасау керектігін үйрететін боламын. Ыдысымызды алып, сары майымызды саламыз. Мөлшерлердің бәрі осы видеоның описаниясына жазып кететін боламын. Біздің майымыз 72-де 5%-тен кем болмауы қажет. Үстіне 300 мл сүт құямыз. Сүттің майлылығы 3-те 2% болуы қажет. Енді ыдысымызды плитаның үстіне қоямыз. Бізде сары майымыз еруі қажет. Бізге сүттің қайнауы маңызды емес, жай ғана майымыз ерісе болғаны. Майдың құрамына да көп көңіл бөліңіздер. Пальмовый масло деп жазылмауы қажет, құрамы таза болған дұрыс. Міне біздің майымыз еріп бастады. Енді плитадан алып тастаймыз. Блендерімізге құямыз. Менде осындай блендер. Егерде басқа блендер болса, басқа блендермен де шайқауға болады. Ең бастысы біздің майымыз бен сүтіміз біркелкі болып, бірігуі қажет. Әбден осы шайқап аламыз. Осындай сарғыштау түске айналады. Ыдысымызға құямыз. Егер сізде дайын жаңағы клейги болса, яғни сливки 33% қолданыңыздар. Бетін жауып, холодильникке бір түнге қойып қоюымыз қажет. Енді менде бір түн тұрды. Үстіне жиналған қаймақты мен бөлек алып тастадым. Ол бізге қажет емес, өйткені жаңағы майлы болып кетеді тым балмұздағымыз, сол себептен алып тастаймыз. Енді миксер шайқайтын ыдысымызға құямыз. Бұл клейги жаңағы торт жинауға онша үйлеспейді, өйткені бұл формасын жақсы ұстамайды. Бірақ балмұздақ жасауға өте жақсы үйлеседі. Осылай шайқап аламыз. Қатты қою болып шайқалмайды, кәдімгі дүкеннің клейги сияқты, бірақ балмұздаққа жарап жатыр. Осындай бізде қоюланды. Енді үстіне жарты банка сгущенка, яғни қоюлатылған сүт құямыз. Құямызды тағы да миксермен шайқап аламыз. Мен шайқап алдым. Мен осындай ыдыстарға құйып шықтым. Егер балмұздақтың формасы бар ыдыстар болса, соған да жаңағы істесеңіздер болады. Мен осындай ыдыстарға салып қоямын. Және де мұздатқышқа кемінде 6 сағатқа қойып қоюымыз қажет. Ол бізде қатуы керек. Менен де 6 сағат тұрды. Енді балмұздағымызды жей берсек болады. Өте дәмді болып шығады. Мен осындай балмұздаққа арналған ыдыстарға салып шығамын. Мен балаларыма қатты ұнады. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Дүкеннің балмұздағына қарағанда өте пайдалы және өте дәмді болып шығады. Мен осылай ұсақталған фисташкамен әсемдеп шықтым. Сіздер қалауларыңыз бойынша түрлі жаңғақтармен, шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі кездескенше.